Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін тіптен ерекше сабақ. Бүгін қазақ тілі сабағы. Және де біз ауқымды марафонның басталғанын жариялаймыз. Яғни біз сіздерге көмек болсын деп видео түсіреміз. Және де әр видеода тест арқылы тақырып меңгеретін боламыз. Ендеше сабағымызға көшсек. Жалпы көбі шылау тақырыбын меңгердім деп ойлайды. Бірақ көптеген қате жіберіп жатады. Бүгін біз шылау тақырыбына көңіл бөлсек. Бірінші сұрақ. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Осы сөйлемде қандай шылаудың түрі кездеседі? Жақсылап ойланып көрейік. Енді қараңыздар. А жауабында бізде демеулік. Б жауабында жалғаулық, С жауабында септеулік және де Д жауабында жіктеулік. Қай жауап деп ойлайсыздар? Жауабы қайсысы? Ойланып көріңіздер. Қайталап оқиық. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бұл кімнің цитатасы айтпақшы? Бұл бізде Абай Құнанбайұлының айтқан сөзі еді, я? Енді қалай айтсам болады, я? Айтқан сөзі, жазып қалдырған мұрасы десек те болады, я? Осы жалпы сөйлемде негізінен дұрыс жауабы А, яғни демеулік шылау кездеседі. Қайттан оралайық сұрағымызға. Қараңыздар, үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Я, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бұл жерде жалғаулық пен септеулік шылау жоқ. Я, қараңыздар, ақ деген себебі ақ, я, дефис арқылы жазылып тұрған ақ деген шылау, бұл бізде демеулік шылау. Енді қараңыздар, мен сіздерге Д жауабын әдейі шатастыру үшін неткен едім, енгізген едім осы сұраққа. Жіктеулік деген шылаудың түрі жоқ. Жоқ, шатастырмаңыздар. Я, көбі Д деген сияқты, білмеймін енді. Бірақ дұрыс жауабы енді А, яғни демеулік шылау. Жақсы. Біраз сергіту сәті болды деп айтсам болады, я? Сергіту сәті болды. Енді келесі сұраққа көшейік. Жалғаулық шылауды табыңыз. Енді қараңыздар. Біз тақырыпты жақсы меңгеру үшін қиын сұрақтарды талдауымыз қажет, я? Онсыз мен бірден айтайын енді, бұл шындық, я, ащы шындық. Енді онсыз нәтижеге біз жетпейміз. Сол себепті ұбт-да міндетті түрде осындай ұзын сөйлемдер келеді. Сөйлемдер міндетті түрде келеді. Бұл негізі сөйлем емес, бұл негізі мақал-мәтел, я? Бірақ енді сөйлем болып келуі мүмкін, түрленіп мақал-мәтел болып келуі мүмкін. Енді бәріне дайын болыңыздар деп айтам. Және де бұл сұрақтарды мен сіздерге әдейі жаттықсын деп алып жинастырып алып келдім, я? Құрастырып алып келдім. Енді қараңыздар, егер осындай ұзын сөйлемдер келетін болса, міндетті түрде жақсылап оқыңыздар. Мен әр видео сабағымда сіздерге осыны ескертіп айтам, я? Жақсылап оқыңыздар. Сонда енді жауабын тест тауып алуға болады. Енді қараңыздар, А жауабы көңіл жүйрік пе, көк дөнен жүйрік пе? Б, ердің күйін сұрама, жұрттан сауын сауған сон, я? С жауабы, ерлік пенен бірлік жеңіске жеткізеді. Д жауабы, еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді. Жалғаулық шылауды тап деп тұр, я, бізге? Мұқият оқимыз. Сәл ойланып көріңіздер, уақыт берейін. Таптыңыздар ма жауабын? Оңай болды ма, әлде қиын болды ма? Дұрыс жауабы бізде С. Қараңыздар, ерлік пенен бірлік жеңіске жеткізеді. Енді әр жауапты талдайтын болсақ, қараңыздар, әр нұсқаны талдайтын болсақ, қараңыздар, көңіл жүйрік пе, көк дөнен жүйрік пе? Бұл бізде демеулік шылау, я? Демеулік шылау. Мына қараңыздар, пе, я? Бұл бізде демеуліктің сұраулық деген түрі, я? Енді қараңыздар, ердің күйін сұрама, жұрттан сауын сауған сон. Бұл бізде септеулік шылаудың шығыс септігіндегі түрі. Яғни шығыс септіктегі қалай айтсам болады енді. Енді шығыс септеулік шылау, я? Мысалы
септеулік шылаудың бірнеше түрі бар, иә. Жалғаулық шылаудың бірнеше түрі бар, және де демеулік шылаудың бірнеше түрі бар. Соны жақсылап меңгеріп алу керек, жаттап алыңыздар. Бұл міндетті түрде келеді. ұбт болсын, олимпиада болсын, кез келген тест болсын, міндетті түрде осындай шылау деген күрделі тақырып келеді. Яғни соң деген бізде шығыс, шығыс септеулік шылау. Енді қараңыздар, бағана біз айттық, ерлік пенен бірлік жеңіске жеткізеді. Бұл жердегі пенен, бұл бізде жалғаулық шылау. Жаттап алыңыздар, ойбай. Міне. Жаттап алыңыздар жақсылап, Енді қараңыздар, д нұсқасына көшейікші. Еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді. Бұл бізде септеулік шылау. Нақтырақ айтсақ, енді барыс, барыс септеулік шылау. Жақсы. Дұрыс жауабы. Ерлікпенен бірлік жеңіске жеткізеді. Бұл бізде жалғаулықтың ыңғайластық деген түрі. Егер сіздер жалғаулық шылаудың түрлерін кәдімгідей жақсылап жаттап алатын болсаңыздар, сіздерге лайфхак айтайын, салалас сөйлемді табу өте оңай болады, ұқсас, өте ұқсас. Сол себепті мен айтамын ғой, қазақ тілінің тақырыптары бір-бірімен байланысты. Сол себепті бір тақырыпты меңгермей қалсаңыздар, бітті. Келесі тақырыптар енді күрделі бола береді, қиындай береді. Сол себепті жақсылап меңгеріп алыңыздар. Әр тақырыпта. Жақсы, біз келесі сұраққа көшейік. Жақсылап оқиық, берілген септеулік шылауды табыңыз. Айткенмен қалауын тапса қар жанады, деді Ожар. Б. Қазақ түсінігі бойынша 7 қарақшы үркердің қызын ұрлаптымыз. Қасым төре балалары сый құрмет көрсетпек тұрмақ, Қоқан ханның басын олжа етуден үміті болмасын. Өзге аға сұлтандардан көрі князь Қоңырқұлжаға ерекше көңіл бөлген. Жақсы, осы жерде септеулік шылауды табуға тырысайық. Сіздерге уақыт берейін. Айтпақшы, осы мысалдарды мен қай шығармадан алдым деп ойлайсыздар? Бұл қазақ әдебиетінде ерекше шығарма. Енді қазақ әдебиетіндегі барлық шығарма ерекше, бірақ бұл тіптен ерекше тарихи шығарма. Бұл бізде негізінен Ілияс Есенберлиннің кереметтей көшпенділер трилогиясының Қаһар деген романы, бұл бізде трилогияның 3-ші бөлімі ма, 1-ші бөлімі ма, әйтеуір трилогияның ішіне кіреді. Бұл бізде Қаһар деген романы, қазақ әдебиетінде бар бізде, білесіздер, Қаһарда бізде кім жайында? Қаһар романы бізде Кенесары жайында, оның ерлігі жайында. Енді қараңыздар, сұраққа көшсек, қайттан дұрыс жауабын тапты деген ойдамын. Енді жақсылап талдайық. Өзге аға сұлтандардан көрі князь Қоңырқұлжаға ерекше көңіл бөлген. Енді септеулік шылау, септеулік шылау бізде осы д нұсқасында бар, басқа нұсқада, мысалы А нұсқасында, Б нұсқасында, С нұсқасында бізде қандай нелер кездеседі? Шылаудың түрлері. Қараңыздар, С жауабына назар аударайықшы. Қасым төре балалары сый құрмет көрсетпек тұрмақ, Қоқан ханның басын олжа етуден үміті болмасын. Енді бұл өте оңай. Бұны көбінде балалар жалғаулық шылаумен шатастырады, яғни тұрмақ деген шылауда. Бірақ бұл негізінен бізде демеулік шылау. Демеулік шылаудың қай түрі? Бұл бізде болымсыздық, яғни қарсы мәнді болымсыздық деген демеуліктің түрі. Демеуліктің бірнеше түрі бар, мен бағана айтқан едім. Тұрмақ. Енді бізде қазақ түсінігі бойынша, енді бұл нұсқасына көшсек, қараңыздар, қазақ түсінігі бойынша 7 қарақшы үркердің қызын ұрлаптымыз. Бұл жерде де демеулік шылау бар, бірақ бұл бізде демеуліктің болжалдық деген түрі. Қазір осыны жаттап алыңыздар, қазір керек болады. Және де А нұсқасы енді бұл енді септеулік те емес, демеулік те емес, бұл бізде жалғаулық шылау. Айткенмен, айтпесе, сонда да сөйтсе де, бұл бізде қарсылықты жалғаулық шылау.
осы қарсылықты жалғаулықшылау мен болымсыздық демеулік шылауды шатастырмаңыздар. Жақсылап ара жігін ажыратып жаттап алыңыздар. Жақсы, дұрыс жауабы Д дедік. Енді біз келесі сұраққа көшейік. Ал енді келесі сұрақ. Жалғаулық шылауды табыңыз. А жауабы: оған адамгершілік секілді асыл қасиеттер тән. Б жауабы: сірә шын мақтау деп ойлап едік. С: егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, өзіңнен өзің есеп ал. Д: Есенейге шаншудай қадалатынын ақ көңіл аңшы аңдамай-ақ қойды. Бұл бізде Ұлпан шығармасынан негізі тек қана Д нұсқасы. Басқа нелерді, нұсқаларды мен жай құрастыра салдым. Д нұсқасы Есеней деп тұр. Енді бұл біз білеміз ба? Бұл Ұлпан шығармасындағы кейіпкер, басты кейіпкер Есеней. Жақсы, мәселе сода емес. Қазіргі мәселе бізде жалғаулық шылауды табу қажет. Таптыңыздар ма? Мен сіздерге әдейі уақыт созып, уақыт беріп жатырмын, бірақ енді қиналсаңыздар, мен қайталап айтам, ештеңе етпейді. Ойбай, мен шылау тақырыбын білмеймін деп қол қусырып отырмай, сіздердің осы видео сабақты қарап талпынғандарыңыз өзі бір ғанибет емес пе? Сол себепті еш берілмеңіздер. Алға қарай қадам басыңыздар. Алға қарай ұмтылыңыздар. Қадам басыңыздар. Енді жалғаулық шылауды тапты деген ойдамын. Қараңыздар, дұрыс жауабы бізде С жауабы. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, өзіңнен өзің есеп ал. Енді бұл сәл қиын сұрақ деп ойлаймын. Себебі енді сұрақ емес, жалпы нұсқасы сәл қиындау, дұрыс жауабы. Себебі көбінде жалғаулық шылаудың егер деген түрі жиі кездеспейді. Бірақ жиі кездеспейді деп нетіп алмаңыздар. Жаттамай, қалай айтсам болады. Енді білгенге абзал ғой, енді жалпы артық болмас білгенің дейді ғой. Сол себепті біле жүрейік. Осында егерде деп келсе, бұл жалғаулық шылаудың жалпы жалғаулық шылау. Енді қараңыздар, оған адамгершілік секілді асыл қасиеттер тән. Енді секілді деген бұл шылау, нақты қандай шылау екенін айтсаңыздар. Бұл бізде жалпы септеулік шылау. Енді қараңыздар, сірә шын мақтау деп ойлап едік. Енді қараңыздар, енді демеулік шылау көбінде дефис арқылы келеді. Дефис арқылы жазылған шылаулар келеді. Енді оп-оңай ажырату. Бірақ байқаңыздар, қате белгілеп қойып жүрмеңіздер. Ақ-ау, қараңыздар, Д жауабындағы аңдамай-ақ қойды, ақ деген, ау деген, олар бәрі демеулік шылау. Қазір нақты қандай қай түріне жататын қазір біз талқылайтын боламыз. Жақсы. Енді бүгінгі видео сабақтың ерекше сұрағына көшсек, бұндай форматтағы сұрақтар, бұл енді бүгінгі сабақтың ерекше бір сұрағы, егер қолдау білдіріп, лүпіл басып, қаралым көп жинайтын болсаңыздар, мен сондай жаңа форматтағы сұрақтарды сіздерге дайындап, көмектесетін болам сіздерге, Енді сұрағымызға көшсек, қараңыздар, бізде сұраулық, күшейткіш, болжалдық, нақтылау деген демеулік шылаудың түрлерін тапсын деп тұр, бір-бірімен сәйкестендір деп тұр, бізге. Жақсы, сіздерге уақыт берейін, жақсылап ойланыңыздар. Егер болмай бара жатса, қағазға жазып, үйтіп сызып алыңыздар. Бен жүгіртіп, сіздер нете алмайтын шығарсыздар, бірден. Себебі бұл сәл қиындау. Бұл бізде бірнеше нұсқаны бір-бірімен сәйкестендіру деген өте қиын. Жақсы, уақыт берейін сіздерге, ойланып көріңіздер. Дұрыс жауабы, қараңыздар, дұрыс жауабы осындай болады екен. Енді талдап көрейік. Қараңыздар, енді егер атауына мән берсеңіздер, тез тауып алуға болады, өте оңай. Бірақ енді көбінде болжалдық, нақтылау дегендер енді қиындық туғызуы мүмкін. Қараңыздар, сұраулық, ма, ме, ше. Енді ол оңай, тез тауып алды деген ойдамын. Оны тоқталмай қояйық. Енді күшейткіш. Қараңыздар,
ақ, ау және да, де, тате, бөлек жазылатын да, де, тате келсе, бұл міндетті түрде күшейткіш, демеулік, шылау. Болжалдық. Енді қараңыздар, мыс, олар сәл түсініксіздеу болып келуі мүмкін, бірақ енді ау, ау кейбір кездері күшейткіш болып келеді, кейбір кездері болжалдық. Енді қараңыздар, барадау, келедау деген мысалдағы ау бұл бізде болжалдық мәнде. Неге десеңіздер, енді қараңыздар, барадау деп барадау деген сөз жалпы қандай мағына білдіреді? Ол бара ма, бармай ма, мен нақты білмеймін, бірақ барып қалуы мүмкін деп болжап тұр. Біз ау арқылы сондай рең береміз, мән береміз сөзге. Енді қараңыздар, нақтылау. Қой, енді қой, енді түсінікті, бірақ енді қараңыздар, д, ол баратынды, ол келетінді деп нақтылап тұр. Солай жаттап алыңыздар, д, бірақ ол міндетті түрде дефис, сызықша емес, дефис арқылы жазылады. Естен шығармаймыз. Дефис арқылы жазу қажет. Бұл енді бізде орфографиялық норма, қалай айтсам болады. Көбі дефисті ұмытып кетеді. Және де менің ойымша бұл қазақ тіліне жасалған қиянат деп ойлаймын. Қандай маңызы бар, бір дефис ештеңе өзгертпейді ғой деп ойлайтындар бар, бірақ шын мәнінде бұл бізге ата-бабамыздан берілген аманат. Ата-бабамыз бізге аманаттап етіп осы тілді бергендіктен, осы тілдің қалай айтсам болады, барынша адал болайық тілімізге, жасаған кәсібімізге. Соны сіздерге үндеймін. Сондай үндеу тастаймын сіздерге. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Септеулік шылау. Қараңыздар. Енді бұл оңай деп ойлаймын. Бірақ мен қиын нелерді алдым. Бұл жерде шылау түрлерін алдым. Ойланып көріңіздер. Қай нұсқа дұрыс болады екен? Қараңыздар, А нұсқасында арқылы, қоса, туралы, Б нұсқасында әсіресе, түгілше, Д нұсқасы немесе, алайда, бірде. Енді былай істейікші, пікір бөліміне сіздер осы сұрақтағы әр нұсқаға талдау жасасаңыздар, яғни әсіресе, түгілше, немесе, алайда, бірде, һәм, ғой, қарай, арқылы, қоса, туралы, әр бірін мысалы топтастырып жазсаңыздар, мысалға бұл бізде демеулік шылау, жалғаулық шылау, немесе септеулік шылау деп бүйтіп тізіп жазсаңыздар комментарийға. Мен сіздердің білімдеріңізді, деңгейлеріңізді тексеріп көрейін. Жақсы, дұрыс жауабы қандай деп ойлайсыздар? Дұрыс жауабы А. Қараңыздар, арқылы, қоса, туралы міндетті түрде жаттап алыңыздар. Енді қалған нұсқада басқа шылаудың түрлері. Енді қараңыздар, бірақ енді зейіні жақсы деп айтайын ба? Зейіні жақсы оқушылар енді байқаған шығар, нұсқасында қарай деген шылаудың түрі, бұл бізде септеулік шылау. Яғни бізде һәм, ғой, бұл септеулік шылау болмағанымен, қарай деген бізде септеулік шылау. Енді А нұсқасы, енді ол нұсқада енді үшеуі де бізде септеулік шылау. Жақсы, сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге көптен көп рахмет. Сау, сәлематта болыңыздар.